Ассалаумағалейкум баршаңызға. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. TikTok'ты құрушы Қытай. Бұл TikTok'ты өмірге алып келген жігіт ғаламшардағы мықты миллиардердің қатарында есімі Жаң Имин. Өткен жылдың жарты жылдығында TikTok пен қытайлық бұл миллиардер 8,5 миллиард доллар ақша тапқан. Одан бері 1,5 жыл уақыт өтті. Енді санай беріңіз. TikTok расымен де әлемді жаулады. Өткен жылдың статистикасын алып қарайтын болсақ, TikTok'ты бір күнде қолданушылар саны 8 миллионнан асқан. Бұл жылдамдықпен Instagram, Facebook және YouTube'ты жолға қалдырды. TikTok не үшін адамдарға қызық? Қысқа нұсқа түсіндірейік. Контент көңілді, ал көңілді дүние жастарға өтімді. TikTok ешқандай идея ойлап табудың қажеті жоқ. Дайын идея, камераңды қоста түсіре бер. TikTok'тың аудиториясы жастар және видеоның хронасы қысқа, 15-ақ секунд. Танымал болу оп-оңай, әсіресе нәзік жандылар үшін. Фигураңды көрсетіп билесең, гүлдер жетіп келеді. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді дана қазақ. Расында осы TikTok шыққалы ұятты әрекеттер ұятсыздыққа ұласты. Қазақ қызына 40 үйден тыйым қойды. Ал бұл TikTok 40 үкімге қыртыма деп тұрғандай. Әйтеуір мессенджердің бетін ашсаң, секеңдеп билеген қыздар. Киіп алған киімін қарап, әурет деген сөздің есін шықпайтынын көресің. Заман дамыды, адамдар өзгерді, бірақ асыл дініміз исләмнің өзгерген түк жерде жоқ. Алланың әмірі талқыланбайды, ол орындалуы тиіс. Өзін мұсылман санап жүрген TikTok'тер мына бір аятқа құлақ бұрсын. Нұр сүресінің 19 аятында Аллах тағала былай дейді: иман келтіргендердің арасында жамандықтың, ұятсыздықтың таралуын қалағандар және ұнатқандар үшін дүниеде де ақиретте де қайғылы азап бар деп қатаң ескерткен. Демек, TikTok'та тіркеліп, оны насихаттауыңыздың өзі ұятқа жатады. TikTok жақсылыққа апармайды. Өзіңіз қолданып жүрген TikTok'ты телефоныңыздан өшіре алмасаңыз, онда сіздің жүрегіңіздің қатайғаны. Иманға бет бұрыңыз. Егер TikTok'тағы ұятсыз видеолармен танылып, сол арқылы табыс тауып жүрсеңіз, ол ақша харам, яғни берекеті жоқ. Әрі бұл істі дереу тоқтатыңыз, өйткені о дүниеде әрбір оқырман үшін сұралатыныңызды ұмытпаңыз. Аллах тағала Құранда ескерт, өйткені ескерту мүминдерге пайда береді деген. Постты бөлісіп, барлық TikTok'терге жіберіңіз. Бәлкім бір адамның болсын ойланып тәубесіне келуіне сіз себепші боларсыз. Халайық, арнаға тіркеліңіз, пікір қалдырыңыз, бөлісіңіз. Сіздердің бөлісіп, пікір қалдырып тіркелгендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.